бетің қышып кетті. Бояй бермеші болды. Қой. Шықылай бермеңдерші болды. Ладно, баба. Болды дей, бар. Рахмет, барындаршы, бар. Уақыт жоқ. Түсір давай. Тұра тұр. Мынаны қай жерге қояқ? Менің басыма қой, басыма. Қайда қоямыз дейді ғой. Төк мына жерге алып кеп. Давай. Аға, дайын болды. Мынау кішкене неге? Билеріне қалыңдаршы, билеріне. Жанболат. Дастархан дайын. Баконя, подожди. Тұра. Баконя. Екеміз бірге суретке түсіп алайық. Жоқ, мен түспеймін. Түспейсің бе? Жарайды, онда Аслан, бәрін тоқтат, тарата бер, болды. Жанболат, не үшін фотосессия жасап жатсың аяқ астынан? Өтені қазір келетін адамдар менің овощной король екенімді сезінуге. Кімдер келе жатқан? Мәкең, сәкең, дәкеңдер танысың ғой? Олар деген кез келген жерге келе бермейді. Не үшін шай берейін деп жатсың оларға? Баконя, олар деген бай ғой, шіріген бай, миллионерлер. Менің арманым солардың ортасына кіру. Біреуінде жер көп, біреуінде супермаркет, базар, біреу международный логистика. Орталарына кіріп алсақ, біз де солар сияқты шіріген бай боламыз. Шынымды айтайын, ұнамайды маған солар. Мен жақсы көріп тұр ғой дейсің бе, бұның атын бизнес дейді. Саламатсыз ба, Клаш апа? Ой, Қалыңыз қалай, амансыз ба? Жарқын сен ба? Иә, денсаулығыңыз қалай? Манам соншама тамақ әкетіпсіңдер ғой. Ой, апа, ештеңе етпейді. Міне сізге Рахмет. кішігірім продукт, апа. Таныс қойыңыз. Менің болашақ жарым Қарақат. Сіздің келініңіз болады. Ассалаумағалейкум, сәке. Қош келдіңіздер. Мәке, ассалаумағалейкум. Қош келдіңіздер. Мәке, ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, аман есен жеттіңіздер ма? Қалайсыздар? Жақсы. Өзің қалайсың? Енді сіздерде арқа сүйер Алатауы бар адамның жағдайы жаман бола ма? Мәке, сәке. Үстіңе не киіп алғансың? Овощной король болып жүргендегі тұрым ғой. Төрлетіңіздер, үйге кірейік, жүріңіздер. Жүре беріңдер. Мәке. Жар таңдауда қателеспепсің қызым. Иә, рахмет апа. Ассалаумағалейкум. Ағалейкум ассалам, қалайсың? Ей, жаным менің. Апа, немереңіз ба? Немерем, балаларымнан қалған тұяқ қой. Менің сүйенішім. Жаным менің. Апа, енді біз сіздің жағдайыңызды білеміз. Сол себептен бүкіл ел болып, жұрт болып жиналып, сбор ашып, сізге жаңа үй алып бергіміз келіп жатыр. Рахмет. Уайымдамаңыз. Аға, мен өскен кезде қайтарам. Ей, жаным Марғұлан, сабағыңды жақсы оқып, мектепті үздікке бітірсең, сен де мұқтаж жандарға үй алып бере аласың. Енді біз бір-бірімізге көмектеспесек, бізге кім көмектеседі? Біз бір-бірімізге көмектеспесек, кім көмектеседі бізге? Алып қояйық. Дұрыс. Алып қояйық. Жанболат, өзіңнің шаруаларың қалай болып жатыр? Рахмет, бәке, рахмет. Жүріп жатыр шаруа деген ақырын дөңгелеп. Осы кеше ғана 200-ші овощной точкамды аштым. Мыңға жеткізсем бе деп өзім ойлап қоям, бірақ мәселе онда емес. Менің арманым сіздердің орталарыңызға кіру. Шынын айтқанда өздеріңіз сияқты асылдармен бизнесті бірге жасау деген бұл арман ғой. Мен қатты қызығам. Қазақстан бүкіл әлем бойынша жер көлемінен 9-ші орын алатын болса, 8-ші орында дәкең. Ал енді таслақтырсаң қайда түседі? Ол біздің Мәкеңнің супермаркеттері мен базарларының үстінен түседі тура. Мына базар деген нәрсені как будто Мәкең ойлап тапқан сияқты. Ал енді біздің Сәкең мына международный логистический уровеньге шығып кеткен адам ғой. Қазақстанға кіретін
бүкіл көліктер, жүк машинасы болсын, қандай көліктер біздің Сәкеңнің рұқсатымен кіреді, Сәкеңнің рұқсатымен шығады, тек қана Сәкең! Жасай беріңіздер, ағалар, жасай беріңіздер. Біздің ортаға кіруге ақшаң жете ме? Анау мынау байларды кіргізбейміз. Енді жинап жатырмыз, бізде ақырын келе жатырмыз. Аз қалды. Енді сіздердің орталарыңызға кірсем, мен сразу сіздердің уровендеріңізге көтеріп кетемін. Ойланайық. Алпай. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, осындай сауапты іске бірге атсалысайық. Видеоны салдым. Енді жақсы сбор болсын. Иә, бұйырса. Не істейміз? Шай ішеміз ба деп ойлап едім, бірақ уже ішіп қойдық. Үйге қайтайық. Үйге? Жер шығып салайын. Сен онда рөлге отыршы. Әкел, жарайды. Бұлай кетеміз ғой, Иә. Қызың да бой жетіп қапты. Құдаң бар ма? Құда жоқ. Мәке, сіздерде ұл жоқ па? Дәке, Сәке. Біздерде де қыз ғой сол. Ол кішкентай әлі. Бір жақсы құда кездессін деп тілеймін. Рахмет, Мәке. Егер құдаң бай болса, бағыңның жанғаны. Ал құдаң кедей болса, сораңның аққаны. Өзіңнен баймен құда бол. Кедей біреулерге жолықсаң, олар ертең сені сорады. Сосын біздің қатарымызға кірмек түгіл, маңайымызға да жолай алмай қаласың. Құдай сақтасын Сәке. Кедейлерге менің өзімнің де аллергиям бар. Жүк жеңіл демекші, осындай сауапты іске бірге атсалысайық. Күләш апаға үй сыйлап, қуанышқа кеңелтейік. Мына ешак қалада тағы біреуге көмектесіп жатыр екен, мама. Мынаны қарашы. Басқа біреуге көмектескенше бізге неге көмектеспейді? Туған анасы, ағасы, жеңгесі, екі бауыры қаусаған үйде тұрып жатырмыз. Қарасаңшы, видеоға түсіріп, сбор жасаса бізге де түріміз кеп тұр ғой. Ой, жаным, сол. Өзінің жағдайы болмаса да, өзгеге көмектесуге әрқашанда даяр тұрады. Құрметті аға бауырлар, Аумай, жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, әкесінен аумай қалған. Күләш апаға үй сыйлап, қуанышқа Өш мамы жылай бермей. Ербол, сандырақтай бермей бар продукт алып келсеңші үйге. Ақша жоқ. Ақша жоқ деп осылай отыра бересің ба? Жұмыс істемейсің ба? Саған біреу не, ақша кеп бере ме? Жұмыс жоқ қой. Ешкімізге көмектеспейді. Байлар байға ғана көмектеседі бұл. Елімізде 25 мамыр күні сайлау науқаны басталады. Сайлау барысында қалалық, облыстық және аудандық мәслихат депутаттары сайланады. Қызыңның водителі ма? Да? Қызымның водителі ғой. Ондай вежливый водительдерді қайдан тауып аласыңдар, ей? Водительден көп нәрсе жоқ, табасың ба? Туысқан ғой. Ағасы негізі. Енді ауылдағылар қазір жұмыссыз отыр ғой, ғана кішкене жас бала жұмыс істесін деп қолыма алған. Негізі менің туыстарым аз, білесіз бе? Туыстар аз болғаннан кейін адамда бір не болады ғой, бауырмашыл, сондай бірін-бірі тартып, жақсы көріп тұратын. Аздық деген қандай жаман адамға, иә? Жастар, секрет сақтай алмайды ғой.
Бағанағының бәрі шутка. Шынымды айтуға тура келіп тұр. Болашақ күйеу балам. Сен құдам жоқ дедің ғой. Құдаларым... Дәке, кейін айтайын деп ойлағам. Қазір бар құдаларым негізі. Кім құдалар? Сіздер танымайсыздар ғой бәрібір. Кейін таныстырам. Бай ма? Конечно, бай. Былай тұрады. Дубайда миллионерлер, жоқ, миллиардерлер олар. Ал күйеу балаң немен айналысады? Мына күйеу балам ба? Тура осы күйеу балам. Бұл депутат. Депутат? Мәжілісте ме? Зачем мәжіліс? Бұл облыстық мәслихатта депутат. Сайлау енді болмай ма? Сайлауға дайындық үстінде. Жоқ, өзде миллионер ғой, балаша. Күйеу бала миллионер таксимен? Конечно, таксимен. Ақылды ма? Предвыборка ғой, көзге көрінуге болмайды. Сөз бар, көз бар. Дұрыс. Дубайский миллиардерлер екен ғой, ә? Ну да. Құданы дұрыс жерден тапқан екенсің, ә? Қарақат! Кім анау? Кімді айтасыз, пап? Жаңа сен алып келгенді айтам. Мен бәрін көрдім. Жарқын. Менің жігітім. Сенің жігітің. Немен айналысады? Қайырымдылықпен айналысады. Қайырымдылықпен? Құдайға шүкір, ақшасы бар бизнесмен болды ғой әйтеуір, ә? Негізінде ол бизнесмен емес. Волонтер. Волонтер! Қайыршы ма сонда? Қызым, қайдан тауып алдың сен ондай адамды? Мен оны жақсы көрем, пап. Көрмейсің! Мен қабылдамаймын оны! Мәге, қолыңды тігісті, сасқалақтамай. Үйретпеші. Жігіттер, Жанболат бізге қаншалықты тиімді және одан қандай пайда бар бізге? Жанболатты білмеймін. Бірақ маған ана күйеу баласы мен Дубайдағы миллиардер құдасы қызық болып тұр. Қазір 1 минут. О, күйеу бала. Ассалаумағалейкум. Қайната? Алатауларым! Жұлдыздарым! Вот асылдарым! Жомарт балам, қош келдің! Жарқын! Өзі жарқын, өзі жомарт, өзі қайсар бала! Қалай балам, бәрі жақсы ма? Жұмыстарың жүріп жатыр ма? Иә, жақсы. Шүкір, Жамбот аға. Жамбот аға! Әлі үйрен алмай жатыр. Папа дегенде үйрену керек. Папа де! Сен уақытың жоқ сияқты ғой. Ладно, кете бер. Жақсы, бара ғой. Бар. Сен асығыссың ба де? Жоқ, ондай қатты емес. Бізбен бірге болсашы, бірге әңгімелесейік. Иә? Жақынырақ отырып, танысайық, білсейік. Жоқ, бұл сіздерді сыйлап тұр. Әйтпесе бұның уақыты жоқ. Мен білемін ғой. Ладно, бара бер. Негізі болады. Болды, жүр, ішке керейік. Сенің уақытың бар ма не? Жүріңдер. Уақытың көп па не сенің? Жүр. Ладно, давайте, ладно. Жарқын жан, балам, үстіне көтеріліп қарақаттан қала тұра, менің плав киім бар, киіп ала ғой, жаным, киіп ал. Ағатайларым, көкетайларым, босағада тұрып қалғандарыңыз не, төрге. Қарақат. Жарқын? Сен не істеп жүрсің мұнда? Жаңа папам көріп қалып, үйге кір деп алып қалды мен. Біздің папа ма?
Не, сен халат сұрасын деп жүрген мен. Халат? Жамалат, Теге? Ау, ей, бәрі дұрыс па? бәрі дұрыс. Не ойлап кетті? Горячий әкеме жатыр. Жүр, бильярд ойнайын. Әрине. Қандай удар! Қандай жақсы. Мен горячий алып келейінші қазір. Ей, сорлы кедей. Соңғы рет дұшқа қашан түстің? Таста киме мұнаны нахрен! Кімсің? Менің үйімде қайдан жүрсің сен, а? Папа, Папа еме маған, қайдағы папа? Жоғалт көзінде мен сені көрмейтін болайын екінші мына жерден. Кет нахрен! Ей, қайда кеттің? Қалмадың ба? Аға, рахмет, мен кетуім керек. Шаруаларым шығып қалды. Айтпен саған. Ей, жүр дастарханның басына. Не, әкеңнің достарын сыйламайсың ба? Жоқ. Аға, асығып едім. Бара берсем. Жарқын. Күйеу баланың жұмыстары көп қой. Шұғыл бір шаруалармен шығып кетті, қазір келіп қалуы мүмкін. Күйеу баланы кетіп бара жатқан жерінен ұстап алдым. Кел отыр. Жайғас. Жәкемен, сен қалатын болдың ба? я жалым отады. Ағасы несі, папа де. Папа. Иә, жарқын, солай де. Үйші қалай, бәрі жақсы ма? Жақсы бәрі шүкір. Сонда атанаң сенің... Дино! Мынау келген бар айтпақшы, мен де сіздерге әдейі алғызып қойғанмын. Жарқынжан тез барып алып кел, тез. Дәрмін көрсең. Ол қайда тұр? Тұр, Жарқынжан, білесің ғой, тура жүресің астына түссеші. Анау, винный каунтада тұр. Жастарға сенуге болмайды қазір. Мен білсем ол қазір точно айырбастап басқа мен алып келеді. Мен өзім барып алып келейін қазір. Мынандай кино. Қой, суға түсейік. Отыр, шашық. Кетпедің, отыр енді осында. Ербол, қарызың қашан қайтарасың? Уже 85 мың болды ғой? Айлық алайықта қайтарамыз ғой. Ойбай, айлығың қашан түседі? Жұмыс қатырғаннан кейін алады да айлықты. Онда мейімді қатырмашы, бұл қарызға бермеймін. Ақ қойдым ғой мен. Алсам қойып қой орнынан. Не дейсің маған? Ой, басқа магазиндердің саудасын жүргіземін, сенен алмай ақ қойдым. Магазиннің бәрін сен, саудасында сен өткізіп жүрмедің соншама? Осыларға қойдың ғой тек. Енді бір намбыса. Жарқын, осы сен немен айналысасың? Қайырымдылықпен, аға. Қайырымдылықпен? Дұрыс. Ақшаң болса қайырымдылықпен айналысқан дұрыс. А то бізде ақша жоқ.
Менің де ақшам жоқ. Жәке бай, мына сенің ақшаң ба? Жаңағы қолыңда жүрген. Жоғалтпасайшы, ұста. Бұл нелер деген ақшалардың қайда қалғанын да білмейді. Бизнестерің қай сфераларда? Не бизнес? Аға, мен негізі... Секіремесің. Тағы да біраз отырмадыңыздар ма? Жоқ, асығыспыз. Мәке, менің ұсынысымды ойланыңыздар. Менде бәрі дайын, Мәке. Жақсы, ойланамыз. Ойланыңыздар, шақас. Жақсы, Сәке. Мәке! Жақсы, Сәке. Келгендеріңізге рахмет. Арқа сүйер ағаларым, алатауларым менің. Жақсы. Алда. Жақсы. Жақсы. Яй! Оңбаған! Сүмелек, раңгүдік! Мен саған көзімді жоғалттырдым ғой мына үйден! Сен қайдан пайда бола қалдың мына үйде? Менің үйімде қайдан жүрсің? Жалаң аяқ, жалаң бұт, қу кедей! Онда неге кіресіңіз, аға? Отырайын сен сияқты қусираққа енді бәрін түсіндіріп, сүмелек! Ана қыздың қасынан, қызымның қасынан көрмейтін болайын! Ұмыт қарақатты, ұмыт! Жоғалт көзімді! Сүмелек, көрінбе! Көрінбе көзімде! Екінші мына жерде мен сенің көйлектеріңді де көрмейтін болайын! Мынаған бүгінгі дастарханға қанша дайындалдым мен! Мисыз, миғла, кедей, топ көрмеген сүмелек! Құлсирақ! Не болып жатыр? Қарақат, айналайын қызым алдына сүмелекті қайдан тауып аласың? Кетсін, бұдан кейін сенің қасынан көрмей тұрып алайын оны! Бұл ертең мен де кетем. Сен қайда кетесің, қызым? Қарақат! Қарақат! Қарақат, қызым, тоқта! Ал, жеңдір. Сатып алдың ба? Енді ұрлап алмайтын шығар. Жоқ. Қарақатқа не болған? Кетем деп жатыр ғой. Жігітің бар екенін білесің ба? Иә, білем. Неге айтпайсың? Уақыты келгенде айтамыз дедік қой. Жақсы жігіт. Жүрегі таза. Ауылдың қарапайым баласы. Екеуі карантин кезінде танысқан екен. Ең бастысы қызымызды жақсы көреді. Енді оны көрмейтін болайын. Бакони, ертең кіммен құда боламыз, а? Ел бізге күлмей ма? Қайтып қарайсың елдің бетіне. Бақыт ақшада емес. Қызыңның, отбасыңның бақытын ойласайшы. Вот именно мен отбасымды ойлап тұрмын. Тең-теңмен болу керек. Керек емес маған ондай күйеу. Жанболат, ол қандай болса да қызымыздың таңдауы. Қабылдамайын мен оны. Да, Мәке. Жанболат, біз ақылдастық. Ортаға кіруіңе мүмкіндігің бар. Ой, рахмет, Мәке, рахмет. Сосын күйеу балаңды да ортамызға қосайық. Депутат болса, ол да облыстық деңгейдегі вопростарды шеше алады ғой. Бір жағынан дәулетті отбасынан шыққан екен. Иә, әрине шешеді ғой, Мәке, дәулетті семья ғой, бәрін шешеді. Болды, онда хабардамыз. Болды, хабарласамыз, Мәке. Жақсы, рахмет, Мәке, рахмет.
Аслан, короче, ертерек келші. Күйеу баладан депутат жасау керек болып жатыр. Бай мен құда баламын ба деп жүрген кезде волонтер күйеу балаға тап болдым. Енді ол байлардың ортасына кіру үшін мен ана волонтердан депутат жасауым керек. Енді оны депутат қалай жасайым, мен оны ойлана тұрайын. Ал сіздер келесі серияны дәл қазір астындағы сілтеме арқылы көре аласыздар. Сәлеметсіз. Бұл сізге. О, рахмет. Қай ескерткіштен ұрлап алдың бұны? Экономист. Магистратура бітіргесін өте жақсы. Тұқымыңда бай адамдар бар ма? Түсінбедім. Удостоверениең бар ма деймін? Жарқын, туыстарың ауылда ма? Иә, анам, ағам екі баласы мен жеңгем бәрі ауылда тұрады. Күйеу балаңыз депутат, ал құдаңыз Дубайда миллиардер дедіңіз бе? Айттым солай деп, аузыма басқа сөз түспей қалса қайтам енді.